Сәлеметсіңдер ме балалар? 46-шы сабақ. Есептер шығару. Бұл сабақта есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды үйренесіңдер. Бірінші тапсырмада балалар қалада өтетін математикалық олимпиадаға автобуспен барды. Енді автобустың ішінде 50 жолаушы бар. Олардың 18-і ұл, 17-сі қыз, ересектер белгісіз. Әртүрлі тәсілмен осы есепті орындап көрейік. Балалар, есептің шартын құрастырып көрейік. Ұлдар 18, қыздар 17, ересектер белгісіз, барлығы 50 жолаушы екен. Шешуі. Бірінші тәсіл 50-ден азайтамыз, жақша ішінде 18 қосу 17, тең 15-ке тең. Екінші тәсіл 50-ден 18-ді азайтамыз, одан соң 17 санын азайтамыз. Келесі үшінші тәсілде 50-ден 17 санын азайтып, одан соң 18 санын азайтамыз. Жауабы 15 ересек бар екен. Бесінші тапсырманы балалар жазбаша түрде өздеріңіз орындайсыңдар. Бірінші есептің шартын түзесіңіздер, шешуіне бірінші, екінші, үшінші, үш тәсілде орындап, жауабын жазыңыздар. Балалар, төртінші тапсырманы орындайсыңдар. Мұнда екі бағанда есептер берілген. Бірінші бағанда 300 қосу 400 тең 700. Екінші бағанда жұбы 300-ді қосу 400-дік тең 700-дік. Балалар, бірдей мысалдарды анықтап, оларды есептеп, жұбымен жазыңыздар. Балалар, тапсырма түсінікті деп ойлаймын, сабақ аяқталды.